Қаратау ауданы әкімдігі мен Республика партиясының Шымкент қалалық филиалының бірлесе ұйымдастыруымен Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында Республика Эко ертеңің үшін ағашек атты ауқымды күзгі көгалдандыру жұмыстары өткізілді. Іс-шара барысында барлығы 250 түп ағаш көшеті отырғызылды. Шараға жиналған тұрғындар Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранын шырқап, іс-шараны ерекше рухта бастады. Сонымен қатар жиын барысында Қаратау ауданының әкімі Алмас Емелтайұлы, қалалық мәслихат депутаты Асқар Молдабеков және Республика партиясының Шымкент қалалық филиал төрағасының міндетін уақытша атқарушы Ербол Меделханұлы құттықтау сөз сөйлеп, көгалдандырудың маңыздылығына тоқталды. Елімізде жүріп жатқан экологиялық акция барған сайын қоғам өмірінің саналы бөлігіне айналып келеді. Аулаларын, көшелерін, саябақтарын таза ұстап, ағаш отырғызуға, сенбіліктерге және қоршаған ортамен өмір сапасын жақсартуға бағытталған басқа да іс-шараларға белсене қатысатын қазақстандықтар көбейіп келеді. Бастама іске қосылғалы бері 10,4 миллионнан астам адам экологиялық акцияға қатысты. Осы жылдың басында өздеріңіз тұрған көшеге жаңағы газон отырғызылып, осы шөптер отырғызылып, автоматты суғару жүйесі орнатылған болатын. Сол себептен осы көшеге бүгін 300 ясин ағашы мен шынар ағаштарын отырғызып жатырмыз. Бұл акция бізде алдымыздағы аптада да, өткен аптада да отырғызған болатынбыз. Өткен аптада Тассай және Алтын Орда елді мекендерінде отырғыздық. Тағы да келесі аптада енді бізде қалған скверларымыз бар, аллеяларымыз бар, ағаш отырғызылмаған. Жаздың кезінде салынған болатын сол скверлар. Соларға қазір ағаш отырғызу сезоны басталғандықтан осы апта осы ағаш отырғызу акциясы бізде жалғасатын болады келесі аптада да. Ағаш отырғызатын орындарды дайындау бойынша кеше ек техника 12 адам жұмыс істеді. Бүгін енді барлық Отырар колледжінен, Республика партиясының депутаттары, Қаратау ауданының әкімдігінің қызметкерлері, осы тұран екі шағын ауданының тұрғындары барлығы қатысып жатыр. Қаратау аудандық әкімдігі және жалпы қала әкімдігі өткізетін осындай іс-шараларға міндетті түрде жастар, еріктілер тартып отырамыз, шақырып отырамыз. Өйткені солар арқылы келешек ұрпаққа үлгі көрсету мақсатында қай жерден қандай жұмыстар атқарылып отыр білсін деген ниетпен шақыратынбыз. Таза Қазақстан тұжырымдамасы елде экологиялық мәдениетті қалыптастыруға бағытталған кешенді құжат. Оның негізгі мақсаты тұрғындардың табиғатты қорғау мәдениетін арттыру, экология мәселелерін шешуге қоғамның барлық бөлігін тарту және Қазақстанды экологиялық қауіпсіз елге айналдыру. Тұжырымдаманың негізгі бағыттары мыналарды қамтиды: халықтың экологиялық санасы мен тәртібін дамыту, экологиялық жауапкершілікке бағытталған өмір салтын ынталандыру, экологиялық ағартушылық және білім беру, экологиялық мәселелерді ақпараттық кеңінен жариялау. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы проблемалар мен жаңалықтарды бұқаралық ақпарат құралдары арқылы тұрақты түрде тарату, халыққа түсіндіру жұмыстарын күшейту тұжырымдаманың маңызды бөлігінің бірі. Шымкент қаласының әкімі Ғабит Абдымажитұлы осы қаланы көгалдандыруға, халқына жайлы өмір жасауға мықтап кіріскен. Бізде енді тұрғындардың атынан соны қолдау үшін осындай үлкен бір акция жасап жатырмыз. Бастысы тұрғындардың қатысқаны қуантады. Себебі бұл қала тұрғындардың қаласы. Сонымен қатар мектеп балдары, студенттер қатысуда. Мақсат осы біздің ортақ үйіміз, қаламызды көгалдандырып, саялы, жайлы ету. Өйткені қанша технология дамыса да, цифровизация болса да, бізге таза ауа, көгалдандырылған қала керек. Осының маңызын түсіндіру үшін қала тұрғындарының есіне салсақ, ары қарай осындай жалғасын тапса деген ниетіміз бар. Қатысушыларға, ұйымдастырушыларға барлығына үлкен алғыс айтамыз. Бүгінгі акция Қаратау ауданы мен Республика партиясының бірге жасап жатқан іс-шарасы. Таза Қазақстан тұжырымдамасында бизнес өкілдерінің рөліне де ерекше мән берілген. Қазірдің өзінде көптеген компаниялар экологиялық жобаларға қолдау көрсетіп, орнықты технологияларды енгізу бойынша белсенді жұмыс жүргізуде. Бұл мемлекет, қоғам және бизнес арасындағы экологиялық жауапкершілікті бөлісудің тиімді үлгісі. Шарамыздың басты мақсаты өскелең ұрпақтың экологиялық міндетін қалыптастыру, табиғатқа
жаңашылықпен қарауына тәрбиелеу және де қаланы көгалдандыру арқылы ел үлесіне ауқымды түрде үлес қосу болып табылады. Сонымен қатар біз Республика партиясы Шымкент қалалық филиалы туған өлкеміздің жасылдануына және экологиялық болашағына өз үлесімізді қосуға әрқашанда дайынбыз, қолдаймыз. Жалпы бұл іс-шара бұнымен тоқтап қоймайды. Алдағы уақытта бізде бұндай іс-шараларды өткізуге жоспарларымыз бар. Акцияның оптимистік болашағы өте зор. Мемлекеттің, бизнестің және азаматтық қоғамның бірлескен күш-жігерінің арқасында Қазақстан экологиялық тұрақтылық саласында басқа елдерге үлгі бола алады. Таза Қазақстан бір реттік шара емес, мемлекеттің, бизнес пен азаматтық қоғамның тұрақты қатысуы мен қолдауын талап ететін ұзақ мерзімді бағдарлама екенін атап өткен жөн. Бүгінгі ағаш егудегі мақсатымыз қаламызды көгалдандыру. Жалпы студенттерімізді, оқытушыларымыздың барлығын ертіп келіп, осындай қоғамдық жұмыста белсене қатысуын қадағалап, елімізге жанашырлық таныту, ағаш егу ол ертеңімізге сену деп білем. Сол үшін барлығын қамтамасыз етіп, бүгін қатыстырып отырмыз. Қаламызды жасыл желекке орау, қаламыздың ауасы тазарту, сол мақсатта ағашты көбейту керек. Алдағы уақытта біз колледжбен барлық іс-шараларға қатысып та жүрміз. Ағаш егу, тазалық, барлық іс-шарада жүреміз. Егер ұйымдастырылып жатырса, тағы да қатысамыз. Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғатты аялау оның байлығын болашақ ұрпақ үшін сақтауға мүмкіндік береді. Таза қалалар мен табиғи ландшафттар туристерді тартады. Ағаш отырғызу және парниктік газдар шығарындыларын азайту климаттың өзгеруімен күресуге көмектеседі. Экологиялық жауапкершілік Қазақстанның халықаралық беделін арттырады. Жалпы бұндай іс-шаралар бізге рухтық, жалпы патриоттық, елімізге, жерімізге деген үлкен қамқорлықты білдіреді. Осындай мүмкіндік сыйлап отырған біздің республика партиямызға алғыс айтсақ болады. Бүгінгі бұл іс-шара маған өте бір керемет эмоция сыйлады деп айтуға да болады. Қорытындылай келе, таза Қазақстан еліміздің экологиялық болашағын қамтамасыз етуге бағытталған маңызды жоба. Табиғатты қорғау, жасыл аймақтарды көбейту, халықтың экосанасын арттыру әр азаматтың қолынан келетін іс. Экологиялық мәдениет қалыптасқан қоғам ғана өзінің табиғи байлығын сақтап, келешек ұрпаққа таза әрі қауіпсіз орта қалдыра алады. Осы биылдыққа уже 3-ші мәрте өтіп жатыр. Өздеріңіз білесіздер. Мына мектебіміздерде, мектепте 144-ші мектебіміз тұр алдарыңызда. Мына төменде 143-ші мектебіміз бар, жайлы мектебіміз, 79-ші мектебіміз бар. Одан кейін мынау қазір біз тұрып жатқан жер Тұран 2, Тұран 1 жилой комплекс Адия, жилой комплекс Каусар, одан кейін жер үйлеріміз бар Тұран деп, барлығы общий Тұран болып аталады. Бізде биылдыққа осы мынау тал қондыру мақсатында үлкен іс-шаралар өтіп жатыр. Біздің қала әкіміміздің несі бойынша, сондай жобасы бойынша қаланы көгалдандыруымыз керек, экологиялық таза қала болу керек деген мақсатта біздің Қаратау ауданының әкімі Алмас баламыз, Абаев Алмас баламыз бүгін мінекей халыққа үндеу жасап тұрғындардың бәрі шығып отыр. Бүгін мына Құда қаласа өздеріңіз көріп отырсыздар, қазір 1000-ның үстінде осы жерде халық бар, тұрғындар бар. Біздің Тұран шағын ауданының тұрғындарының барлығы өте сондай ұйымшыл, сондай бір-бірімен мейірімді. Өздеріңіз көріп отырсыздар, мінекей мына жанымызда осы биыл ғана үлкен мынарда аллея деп еді, аллея емес, бұл өзінше бір кішкентай парк болып отыр. Мінекей көкпеңбек, елкалар, талдар егіліп. Құда қаласа 143-ші мектебіміздің алдында үлкен парк салынайын деп отыр. Мінекей бүгінгі таңда біздің Тұран шағын ауданы шырайлы Шымкент қаласына ұқсап гүлденіп, көркейіп өсіп келе жатыр. Не деймін? Осы бүгінгі тал қондыруға келген кісілердің барлығына сәттілік, ұйымшылдық және де біздің осы Тұран шағын ауданы гүлденіп, көгеріп өсе берсін деп